Досым, тұр. Бұл, Вайлдберристе қазір сұмдық жаңалықтар болып отыр, айтып берем, отыр. В общем, брат, мынандай тема. Вайлдберристе қазір вообще басқаша болып кетті. Қазір сұмдық жаңалықтар болып отыр, соны қазір мен саған айтып берейін. В общем, сен ұйықтап жүргенде айтып кетсең, достар, қалайсыздар? Жалпы қазір Вайлдберристе жаңалықтар біздің тақырыбымыз, енді кішкене осылай қызықтырып бастамасақ өзімізге бір. Вайлдберристе шынымен сұмдық жаңалықтар болып отыр. Олардың бірі, қазір бірінші жаңалық ол бізде Вайлдберристтегі логистика. То есть Вайлдберристе логистиканың құны өте қатты қымбаттап жатыр. Товардың, то есть жету құны қымбаттап жатыр. Ол деген өте ауыр нәрсе, өйткені сіздің қойып жүрген үстіңіздегі бағаңыз, маржинальностіңіз өте түсіп кетеді. Товардың бағасын көтерсеңіз, сіз не болады? То есть товарыңыз қатты өтпейді. Ол біріншіден. Сосын екіншіден, СЦ Алматы, біздің сортировочный центр Алматыдағы әр поставканы 100 рубльден қабылдап жатыр. Ойбай, 100 рубль емес, 15 рубль, 100 теңгеден, плюс-минус. Әр товарды 100 теңгеден қабылдап жатыр. Не үшін жасалып жатыр бұның бәрі? Бұның бәрі жасалып жатқан себебі, осы коронавирус не үшін жасап жатыр, чтобы адамдар санын азайту үшін ғой, тура сол сияқты 100 теңге ол сол адамдардың заказдарын себестоимостьпен салмас үшін, товарды дұрыстап есептеу үшін, товарды адамдардың санын азайту үшін, завалды тоқтату үшін осы 100 теңгелік платный приемка жасап қойды. Тағы бір жаңалық, досым, бізде крупногабаритный товарларды қабылдамайды уже. Ол бәріміз естіген шығармыз. Товардың ені мен ұзындығын қосқан кезде товардың высотасы, ауданы, былай айтқанда, коробканың ауданы 200 сантиметрден аспау керек. То есть 200 сантиметрден асса, уже 205 сантиметр болса, уже қабылдамай жатыр. Және де оның весі 25 килограммнан аспауы қажет. Прям сантиметрмен кеп өлшеп алады. Что соны білейік. Және тағы да бір жаңалықтардың бірі, Вайлдберристе уже товарға сертификация сұрап бастап жатыр. То есть әр товардың сертификациясы болу керек деген секілді заңдылық скоро орнатады. Өйткені қазір енді Россияда үлкен санкциялар болып жатыр ғой. Соған байланысты көп нәрсе отслеживаться етілмей жатыр. Енді қазіргі уақытта Вайлдберрис полностью контрольді алып, былай айтқанда, енді каждый продавецтің бағанағы сертификациясы жөнінде мән беріп жатыр. Так что көп адамдар, мен алдында айтқан болатын, өзім инстаграмымда, ол біздің инстаграмымыз qassim.қазақ, ішіне кірсеңіздер пайдалы ақпараттар көп. Вот. Және де сол кезде айтқан болатын, мен Вайлдберристе қазір кіріп жатыр, адамдардың бәрі регистрация жасап жатыр деп. Бірақ ол уақыт өте келе сол адамдардың 70-80% шығып кетеді ол жерде. Өйткені шығып кетеді, тек қана қалатындар, олар жақсы сауда товарларын топқа шығарып алған адамдар, ФБО-ға шыққан адамдар қалады. Олар не үшін шығып кетеді? Өйткені заказ түспей қалады бір айдан кейін. Жаңа ИП-ға тіркегеннен кейін заказ бізде түспей қалады. Заказ түспегеннен кейін не керек оны істеп? Екіншіден, товардың бағасы өседі, логистикасы өседі, комиссиясы өседі, сертификация сұрай бастайды. Сондай критерияға байланысты адамдар уже Вайлдберристтен шыға бастайды. Көңілдер қалып. Вот, сол үшін сіздер әр істің өзінің бағанағы маманы болу керексіздер, соны жақсылап оқып зерттеп ары қарай даму керек. Сіздер обязательно Вайлдберристе күнделікті жаңалықтар, күнделікті уже ничем не удивишь, ертең уже Вайлдберрис жабылып қалса да ничем не удивишь. Енді тағы да бір жаңалықтардың бірі, товарымыздың упаковкасын разноцветный или жабық түрде упаковка жасауға болмайды. Тек қана кәдімгі прозрачный упаковкамен жасаймыз. Білмеймін оны не үшін жасап жатқанын. Енді товарым бағанағы жаман наркотический бір оружие, басқа нәрсе деген секілді болмас үшін солай істеп жатқан шығар. То есть қара пленкаға боруға болмайды там деген секілді. Дұрыс, енді амал ғой, бірақ оны сататын адам, оны өткізетін адам ол Россияға. Ол коробканың ішіне салып өткізе салады ғой. Просто логично, да? Так что, ну, ладно, ол да бір әрекеттердің бірі, Вайлдберристтің жасап жатқан, оған да шүкір. Мен сіздерге от души бір телеграм-каналды берейін. Телеграм-канал осы описаниенің астында болады. При одном условии. Сіздер осы менің каналыма подписаться етіп қоясыздар. Галочканы, колокольчикті басып, инстаграмға кіріп тіркеліп қоясыздар. Инстаграмда тегін MP3 доступ ойнатып отырамын. Вот. Осы видеоның астында мен сіздерге телеграмға ссылка қалдырып қоямын. Официальный новостной лента. Сол жерде күнделікті жаңалықтар, Вайлдберристтің официальный жаңалықтары бірінші очередь сол жаққа шығып отырады. Сол ссылка бойынша кіріп, пайдаларыңызға қолданыңыздар. Все. Давайте, сіздермен болған Қасым Бек Айдархан.